Ертегі білімді әтештің әріптер еліндегі бір күні. Бір күні орман ішінде әдемі ауылда бір әдемі сары қауырсынды әтеш өмір сүріпті. Ол әр таң сайын кітап оқығанды ұнататын. Бірде ол жаңа кітапты ашып қалып еді, ішінен жарқ етіп сиқырмен әріптер еліне жол ашылады. Әтеш қызығып кітапқа үңіліп қарады дағы, ішінен біреу жіңішке дауыспен: «Білім іздеген батыр, ішке кір!» деп әтешті шақырыпты. Әтеш батылдық танытып ішіне кіріп кетеді. Ең бірінші әтеш әріпін көріп сөзді оқиды. «Теш, мынау қандай сөз? Бұл әтеш деген сөз ғой. Бірінші дыбыс ә дыбысы. Әтеш, әтеш. Әтеш деген сөзде 4 дыбыс, 4 әріп бар. 2 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс. Ә дыбысы дауысты дыбыс.